Құрметті әріптестер, бүгін сіздерге сілтемені QR кодқа айналдыру туралы айтатын боламын. Әуелі арнама тіркеліп, видеоларды көріп, комментарий бөліміне сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жазуларыңызға болады. Таныс әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыз. Ал енді QR кодты қалай алу керек? Әуелі Google-ға кіріп, QR код генератор деп жазамыз. Сол кезде осындай бірнеше сайттар беріледі. Соның ішінде Mi QR деген түрін таңдаймыз. Және осындай бет ашылады. Сол жерде ссылка деген мына жерде міне сілтеменің түрі тұр, белгілі. Немесе мына жақтан тілді ауыстырып алсаңыздар болады, орысшаға міне ссылка деп тұр. Осының үстінен басамыз. Сосын осындай бет ашылады. Сол жерде біз өзіміздің қандай сілтемемізді қоямыз, қай видеомыздың сілтемесі керек, соны копировать етіп аламыз. Мысалы, мен міне Ақбөкеннің кереметі деген ертегінің сілтемесін копировать етіп аламын, көшіріп алдым, және осы жаққа әкеліп қоямын, вставить етіп. Мінекей сол кезде міне сілтемені QR кодқа айналдыру деген батырманы басамын. Сол кезде міне менің сілтемем QR кодқа айналды. Қарапайым түрі осындай болады. Осыны астындағы жазуды бассаңыздар, ол скачать етіледі, яғни сіздің компьютеріңізға жүктеледі. Ал егер бұндай қарапайым түрі емес, анағұрлым әдемі QR код жасағыңыз келсе, міне мына жағында түрлері тұр. Осы жерден қайсысы ұнайды, соны таңдап алсаңыз болады. Мінекей мен мына түрін таңдап алдым. Скачать етемін өзіме. Міне жүктеймін. Жүктеу батырмасы осы. Сол кезде менің компьютеріме жүктелді. Міне загрузки деген жерде жүктеліп тұр. Немесе өзіңіздің этот компьютер деген мой компьютер бөліміне барсаңыз, загрузки деген жерде жаңағы жүктелген QR кодтар тұр. Осы жерден копировать етіп алып, өзіміздің керек документке апарып қоямыз. Мен міне мына слайдқа келіп қоямын. Мына слайдтағы осы бұрышқа әкеліп, жаңағы әдемі QR кодымды апарып орналастырамын. Құрметті әріптестер, сіздер де осылай өздеріңіздің YouTube каналдарыңызға, болмаса басқа да сілтемелеріңізді QR кодқа айналдыра отырып, және қарапайым түрі емес, әдемі QR кодқа айналдырып, осылай пайдалансаңыздар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыздар.